Той күні ашылған құпия. Әйгерім ауылдан Алматыға оқуға келген кезінен бастап өмірі өзгерді. Университеттегі достарымен бірге жүрген бір күні ол Арманмен танысты. Арман сымбатты, сөзге шешен, бизнес саласында жұмыс істейтін жігіт. Олардың алғашқы кездесуі кофеханада өтті. Әйгерім оның күлкісіне, назарына бірден ғашық болды. Арман да оны өзінің болашақ әйелі деп атай бастады. Бір жыл өтті. Әйгерім мен Арманның махаббаты гүлдей өсіп бастады. Арман Әйгерімді қаладағы мейрамханаларға, тауға серуенге апаратын. Әйгерімнің ата-анасы Арманды ұнатты. Жақсы жігіт, тұрақты екен деп. Бірақ Арманның кейде түнде ұзақ жұмыс істейтіні, телефонын жасырын ұстайтыны Әйгерімді аздап мазалайтын. «Сен маған сенбейсің бе?» деп Арман күлетін. Арман Әйгерімді медеудің төбесіне алып шықты. Күн батқанда тізерлеп отырып, сақина ұсынып сөз салды. «Өмірімнің қалған бөлігін сенімен өткізгім келеді», деді Арман. Әйгерім көз жасын ұстай алмай, «Иә» деді. Той дайындығы қызу дайындалып кетті. Қалыңдық көйлегі, қонақтар тізімі, фотосессиялар бәрі қызықты өтті. Тойға бір ай қалғанда Әйгерімнің жүрегі мазасызданатын болды. Бір кеште Арманның телефоны үстелде жатқан кезде дірілдеп, экранда Ләззат деген атпен хабарлама шықты. «Бүгін кешке кездесеміз бе? Өте сағындым сені». Әйгерімнің қолы қалтырап кетті. Ол хабарламаны оқып, жүрегі бірден суыды. Арман душтан шыққан соң телефонды алды да беті сәл өзгеріп қалды. «Бұл кім?» деді Әйгерім дауысы дірілдеп. Арман күлімсіреп оны құшақтауға тырысты. «Жұмыстағы әріптесім ғой қымбаттым. Жобаны бірге істеп жатырмыз. Сен менің жалғызымсың. Сенсіз өмір жоқ. Қызғанбашы, мен саған өтірік айтпаймын». Әйгерім сенгісі келді. Арман оны маңдайынан сүйіп, «Ертең тойға қалған уақытта бірге демаламыз», деді. Бірақ сол түні Әйгерім ұйықтай алмады. Көз алдына түрлі суреттер келді. Таңертең досы Айнұрға айтты. «Қызғаншақ болма, Әйгерім. Барлық еркектердің жұмысы көп. Арман саған жақсы қарайды ғой», деді Айнұр. Әйгерім күштеп күлді, бірақ ішкі дауысы тынбады. Осылай жүргенде той күні келді. Той күні Әйгерім салонда шашын жасатып, маникюр істетіп жүрді. Айнұр мен басқа құрбылары қасында күліп әзілдесіп жатты. Қалыңдық болатын қыз осылай болады деп мақтады олар. Кешке Арман оны үйіне апарды. Машинада отырып, Әйгерімнің қолын қысып, «Ертең біздің өміріміздегі ең бақытты күні болады. Мен сені мәңгі бақытты етемін. Сен менің ханшайымымсың», деді жұмсақ даусымен. Әйгерім оның бетіне қарап күлімсіреді. Бірақ көңілі толық тыныш емес еді. Үйге келген соң ата-анасымен отырып ертеңгі той туралы әңгімелесті. Анасы «Қызым, сен бақытты боласың», деп маңдайынан сүйді. Түн ортасы болғанда Әйгерім орнында жатып төбеге қарап жатты. Бәрі жақсы болады ғой деп өзін сендіруге тырысты. Бірақ ішкі қорқыныш ұйқысын бұза бастады. Үлкен той залы жарқырап тұрды. Қазақтың дәстүрлі әуендері, гүлдер, қонақтардың күлкісі. Әйгерім ақ, ұзын көйлек киіп, шашына диадема тағып, гүл шоғын ұстап тұрды. Барлығы оны мақтап жатты. Арман да смокинг киіп, бақытты жүзбен қасында тұрды. Неке қию рәсімі басталды. Имам сөзін айтып жатқан сәтте Әйгерімнің телефоны қалтасында діріл етті. Ол тез ашып қарады. Белгісіз нөмірден. «Арман сені 2 жылдан бері алдап жүр. Ләззат оның ғашығы». Міне дәлелдер. Хатқа бірнеше сурет тіркелген. Арман мен Ләззат мейрамханада құшақтасып отыр. Қонақ үйдің жатын орнында, тіпті соңғы аптада да бірге түсірілген суреттер. Әйгерімнің беті бозарып, аяғы дірілдеді. Гүл шоғы жерге түсті. «Тоқтаңдар!» деп айқайлады, дауысы сынып. Зал шулады. Арманның беті сұрғылт тартып, «Әйгерім, не болды?» деді. Бірақ Әйгерім оған суық көзбен қарап, телефонды бетіне ұстады. Әйгерім жүгіріп залдан сыртқа шықты.
Арман оның соңынан ерді. «Бұл не?» деді Әйгерім дауысын көтеріп, телефондағы фотоларды көрсетіп. Арманның беті құбылып кетті. Алғашында «Бұл фотошоп, біреу жамандап жатыр» деді. Кейін басын төмен салып, «Кешір, мен қателестім. Ләззатпен бір-екі рет қана болды. Мен сені шынымен сүйемін. Тойдан кейін бәрі тоқтайды. Сенсіз өмір сүре алмаймын». Әйгерімнің көзінен жас ағып тұрды. «Сен менің жүрегімді, ар-намысымды таптадың. 2 жыл бойы өтірік айттың. Мен саған сеніп, сен менің болашағым боласың деп ойладым. Бәрі бітті Арман. Той жоқ». Арман жылап, тізерлеп отырып жалынды. «Бір мүмкіндік берші қымбаттым». Бірақ Әйгерім артына қарамастан ішке кірді. Залда дауыс көтеріп, қонақтар шошып, ата-аналары жүгіріп келді. Әйгерім ақ көйлегімен таксиге мініп, ата-анасының үйіне келді. Анасы есік ашқан кезде қызының көйлегі мен көз жасын көріп құшақтап жылады. «Қызым, не болды? Айтшы маған». Әйгерім бәрін айтып берді. Әкесі ашуланып, ол жігіттің бетін енді көрмеймін деп телефонын өшірді. Бірақ Арманның хабарламалары мен қоңыраулары үздіксіз келіп жатты. «Кешір мені. Мен өлсем де сені тастамаймын. Бұл қателік еді. Өмірімді түзетемін». Әйгерім телефонды бұрышқа лақтырды да орнына құлады. Бір апта бойы Әйгерім бөлмесінен шықпады. Су да, тамақ та ішпей жатты. Түнде ұйқысы бұзылып, күндіз көз жасын төкті. «Мен неге байқамадым? Мен соншалықты аңқау, соқыр болдым ба?» деп өз-өзін кінәлады. Досы Айнұр келіп қолынан ұстады. «Әйгерім, бұл сенің кінәң емес. Ол сені алдады. Сен күштісің. Бұл жарақат уақыт өте келе жазылады. Сен жалғыз емессің». Әйгерім алғаш рет досының құшағында жылап, бірақ ауырсыну әлі де жүрегін тесіп тұрды. 2 аптадан кейін Әйгерім жұмысқа қайта шықты. Редакцияда әріптестері оны жұбатып қолдау көрсетті. Бастықтың көмекшісі Бекзат оған бір күні кофе әкеліп, «Әйгерім, сенің көздеріндегі қайғыны көріп тұрмын. Егер сөйлескің келсе, немесе көңіл күйіңді көтергім келсе, мен әрқашан бармын. Сен жалғыз емессің», деді мейірімді дауыспен. Бекзат тыныш, парасатты, кітап оқуды ұнататын жігіт еді. Оның сөздері Әйгерімнің жүрегіне жылулық сыйлады. Алғашында ол қашқақтады, бірақ Бекзаттың шынайылығы оны тарта бастады. Бір жұмадан кейін Бекзат Әйгерімді саябаққа шақырды. Кешке жел самалдап, ағаштар сыбырлап тұрды. Олар ұзақ серуендеді. «Мен де бір кездері алданғанмын. Сол кезде өте ауыр болды. Бірақ уақыт бәрін емдейді. Сен өте күшті қызсың, Әйгерім. Өзіңді кінәлама», деді Бекзат. Әйгерім алғаш рет шынайы күлді. Олар әңгімелесіп, кітаптар мен фильмдер, армандар туралы сөйлесті. Бекзат оны үйіне дейін апарып, ертең көрсеміз деді. Әйгерім үйге келген соң алғаш рет ұзақ уақыттан бері тыныш ұйықтады. Әйгерімнің өмірі баяу қалпына келе бастады. Бір күні кешке телефонына белгісіз нөмірден хабарлама келді. Оны ашқан кезде жүрегі дүрс етті. Жазған адам Ләззат еді. «Әйгерім, мен сенің оқиғаңды естідім. Арман мені де алдады. Ол екеумізге де сені ғана сүйемін деп уәде берген. Кешір, мен де құрбан болдым. Егер кездескің келсе сөйлесейік». Әйгерім ұзақ ойланды. 2 күннен кейін Ләззатпен кофеханада кездесті. Ләззат әдемі, бірақ көздері қайғыға толы қыз еді. Олар сағат бойы сөйлесті. Арманның 2 жаққа да өтірік айтқаны, уәделерінің бос екені анықталды. Сол кездесуден кейін Әйгерім Арманға соңғы рет хабарласты. Олар қаланың шетіндегі саябақта кездесті. «Арман, мен бәрін білдім. Ләззатпен де, басқалармен де. Сен менің өмірімді уладың. Енді менімен байланысқа түсуші болма. Бізде бәрі аяқталды», деді Әйгерім суық, бірақ нақты дауыспен. Арман жылап, тізерлеп жалынды. «Мен өзгеремін, бір мүмкіндік бер. Сенсіз өмір сүре алмаймын» деп. Әйгерім артына қарамастан кетіп қалды. Сол күні жүрегінің бір бөлігі жеңілдеді. Қайғы әлі бар еді, бірақ үміттің сәулесі көрінді. Бекзат Әйгерімге біртіндеп жақындап жатты. Бір демалыс күні ол Әйгерімді Шымбұлаққа шақырды.
тау баурайында қар әлі жатқан еді. Олар арқан жолмен көтеріліп биіктен қалаға қарады. Күн батқанда Бекзат Әйгерімнің қолын ұстады. «Әйгерім, мен сені алғаш көрген күннен бастап ұнатамын, бірақ сен бақытсыз кезінде ештеңе айтпадым. Қазір де асықпаймын. Мен сені шынайы сүйемін. Сен үшін күтуге дайынмын. Сенің жүрегіңді жараламай сақтап қалғым келді». Әйгерімнің көзінен жас шығып, бірақ бұл бақыттың көз жасы еді. «Бекзат, мен әлі қорқамын, бірақ сенің қасында жүрегім тыныш, баяу жүрейік», деді ол. Бекзат оны құшақтап маңдайынан сүйді. Сол кеште олар ұзақ серуендеді. Әйгерім алғаш рет болашаққа үмітпен қарады. Әйгерім өзін-өзі емдеуге кірісті. Таңертең спорт залға барып жүгіретін, кешке кітап оқитын. Достарымен бірге Түркістанға, Бурабайға саяхатқа шықты. Әр жерде өзін қайта ашқандай болды. Бекзат оның жанында бірге болды, бірақ қысым жасамады. Бір күні кешке үйіне Бекзат оған гүл әкелді. «Мен сенің күшті екеніңді көріп тұрмын, бірақ кейде әлсіз болуға да болады. Мен қашанда қасыңдамын». Олар бірге фильм көріп, тамақ пісіріп күліп жүрді. Әйгерім арман туралы ойлағанда енді ауырсыну емес, тек өткен оқиға ретінде еске алатын болды. Жүрегі баяу жазылып, шынайы махаббатқа орын дайындап жатты. Арада 1 жыл өтті. Олар кішігірім, жылы әрі шынайы той жасады. Тек жақын адамдар мен құрбылар және отбасы мүшелері. Әйгерім ақ, жай ғана әдемі көйлек киген, шашына гүлдер таққан. Бекзат қасында тұрып, оның қолын қысып тұрды. Неке қию рәсімі кезінде имам сөзін аяқтағанда Әйгерім Бекзатқа қарап, «Мен опасыздықтың ауырынан өттім. Сол арқылы шынайы махаббаттың қадірін түсіндім. Сен менің жүрегімді емдедің, мені бақытты еттің. Сені мәңгі сүйемін», деді көз жасын ұстай алмай. Бекзат оны құшақтап, «Мен де сені мәңгі бақытты етуді мақсат етемін. Біздің махаббатымыз адал болады», деді. Қонақтар қол шапалақтап ән шырқалды. Күн батқанда жас жұбайлар таудың фонында суретке түсті. Әйгерім аспанға қарап, ішінен «Рахмет өткенім, сен мені күшті еттің» деп ойлады. Олардың алдарында ұзақ, адал және бақытты өмір күтіп тұрды.